Футболда бүгін барлық нәрсе ұнады, но бір нәрсе ұнамай қалды. Қаншама адамдар, қаншама еркектер. Мен всегда інімен баратымын матчтарға, но осы жолы подругмен бардым. Какой-то қолдар пайда болды. Ну, грубо говоря, біреулер көтемді ұстап кетіп жатты, вот реально айтамын. Сабина ренжіп жатыр да. Ана Қайраттың матчын көруге барсам, елдер деген көзімен ана бүйтіп қарап қоймай, еще әдейі қолдарын тигізіп жатыр деп. Әдейі да тигізіп жатқан сезеді ғой енді Сабина да. Әшейін байқамай тию деген бөлек, әдейі тигізу деген бөлек. Енді қыз баласы болған екен сезіп тұр да. Енді Сабина қазір азғындалып кеткен заман ғой. Қазір қорқатын заман Сабина. Ей, масқара сұмдықтар болып жатыр қазір. Құдай сақтасын, неше түрлі нәрселерді естіп жатыр. Әйел тұрмақ, балаларды зорлап кетіп жатқан заман ғой қазір, білесің ба? Соның бәрі азғындықтың арқасында сол жаңағы қолмен тигіз бейт тұрып кетіп жатқан барлығы милары азғындалып кеткен дүние. Сенің контентіңді алып қарайық. Мен сені жаман деп жатқан жоқпын. Құдай сақтасын. Бірақ логически ойлап тұрмын да мысалға. Қара, допустим, мысалға сенің видеоларында основной сенің фигураңды идеальный, өзі мощный ғой фигураң. Идеальный қылып тырыстырып, көйлек болса да бетіп, фигураң мүсінін көрсетіп тұратындай мықты көйлектерді киесің да. Содан енді өзің ойла, ана еркек сені көріп жатыр. Фигураңды көріп жатыр да. Пай, ойында жүр, неше түрлі жаққа кетіп қалған адамның ойшы жүр, айдалада жүр. Ойбай, мынау менің қызым болғанда, ойбай, мен бүйтерем, мен сөйтерем. Ол күнде көреді, сен сохранить етіп қояды, видеоларыңда тығылып қарайды. Әйелде болуы мүмкін оның. Әйелінен тығылып қарауы мүмкін, бейтіп, ойбай, деп өзін өзі қоздырып ше. Енді ойла, сөйтіп әлеумет желіде көріп келе жатқан адам сені өмірде көріп қалды да. Қаншама талпа барлығы вау деп ойын көріп жатқанда сені бақылап отыр ол. Ойбай, мына Сабинаны тек қана әлеуметтік желіде көріп ем, өмірде вообще күшті екен. Ойбай, мынау бар ғой, мынау мен енді қашан көруім мүмкін, ешқашан көрмеуім мүмкін ғой мынаны мен. Қой, мен қазір мына талпаны пайдаланып қазір бәрі тұрып шығып жатқан кезде жақындап барып, хотя бы кішкене де бүйтіп деп ұстамасам да бір сезініп кетейінші. Бәрібір сол денеңді көріп істеп жатқан түрлі көрдің бе? Әшейін сенің идеальный фигураңды көріп адамдар бүйтіп тигізіп жатыр. Менің ойымша, менің пікірімше, основной сенің аудиторияң ол көбінесе еркек кісілер шығар. Енді әдемі қыз болған екен еркектер көбінесе көреді да. Енді олардың ойлары бұзылып сондай болып жатыр да.